Ғажап әңгіме екен. Ертеректе Нарманбет Орманбетұлына еріп, Жетісу баурайына барып, бір байдың үйінде қонақтап жаттық. Өзіміз, бесеуіміз. Қайтпақшы боп отырғанымызда, таңертеңгі шай үстінде сәлем беріп бір әйел кіріп келді. Үсті басы таза, біраз аялдап отырып, Нараға, мен сізге келдім. Адасып жүрген бір қарындасыңызбын. Көп тобықтыданмын. Ерім мына байдың қойшысы. Біздің үйге жүріп, от басында болып, дәм татсаңыз деп келдім аға. Әйел жылады. Наркең іркілмеді. Қазір барамыз қарағым, деді. Байды ертіп, туысымыздың үйіне бардық. Бай малшысының үйі дейтін емес, үй іші тиянадай. Дәмді де баптап берді қарындасымыз. Дәм соңында ықылас білдіргіміз бар. Сонда күйеуі екеуі қолын жайып отыра қалды да қарындасымыз: Нараға, мал тілемеймін тәңірден. Дәм жазып, мына күйеу балаңызбен қосылғаныма бір қыдыру жыл болды. Бір шыр еткенге зармыз аға, деп көз жасына ерік берді. Нарағаң көңілі келгеннен риза секілдеді, енді тіпті тебіреніп кетті. Жеті өлікке жан берген, жеті хатқа өң берген, адам затқа нәр берген, қара жерге әр берген, жаратушы сенен, бабай түкті шаштазыз, тіледім сенен. Осы қарағымның маңдайына ырыс бер, берсең ырыс дұрыс бер. Ернін ұлға тигіз, уысын пұлға тигіз, Аллаху Акбар деп бата берді. Содан бері көп уақыт өтті. Кім есте қалды, қарындас та ұмтылды. Өзімізден де ес кететін уақытқа жеттік. Бар бала туыстан 1931 жылдың аштығында айырылып, қу басым қаңғып, Қарқараға бардым. Буын кетіп, әл құрып жүргенімде, бір бәйбіше өңіме үңіліп қарап, қолымнан ұстап, жетектеп алды да кетті базардан. Үйіне келіп: Нарбай, Шашу, екеуің мына нағашыңды шомылдырыңдар, деді. Зіңгіттей екі жігіт жуындырып, үр жаңа киім киіндіріп, нағашылап, үстіме түсіп жүр. Айран асырмын, тамаққа тойғызып, көрпемді жауып салды. Ертеңгі ас үстінде әлгі бәйбіше: Шашу аға, мені танмадыңыз-ау, деді. Танмадым қарағым, деймін. Шашу аға, баяғыда Нарекең бар. 5 кісі келіп, шаңырағымыздан дәм татқаныңыз бар еді. Нарекеңнің батасы тиіп, содан мына 5 енді көрсетті. Алла деп отыр. 5 баласына сол жылғы келген бесеуіміздің атымызды қойыпты. Шашубай Қошқарбаев. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.